Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше рецепттеріммен бөлісетін боламын. Оразаға арналған видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Пайдалы видео рецепт болуы мүмкін. Осындай кешкі тағам дайындайтын боламыз. Ең алдыменен қамырымызды жасап аламыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның ағынан қостым. Және де суымызға тұзымызды салып араластырып аламыз. Одан кейін еріген сары майды қосатын боламыз. Сұйық массаларымыздың барлығын қосып болғаннан соң ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, оның үстінен жарты шай қасықта ұн қопсытқышты салатын боламыз. Енді барлығын қолымызбен илеп отырып, біркелкі орташа жұмсақтықтағы қамырымызды илеп дайындап алатын боламыз. Қамырымыз дайын, енді оны біраз уақытқа тындыруға қалдырамыз. Тынған қамырымызды осылай сопақша етіп аламыз да 6 бөлікке бөліп аламыз. Қамырдың көлемін, мөлшерін көбейтіп жасасаңыздар болады. Әрине, ол кезде қамырларыңыздың санын көбірек жасайсыздар. Менде 6 кесеге 6 бөлекшелерге бөліп дайындадым. Видеодағыдай етіп мұқият жасап аласыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп отырыңыздар. Қоңырауша белгісін бассаңыздар, менің алдағы уақытта салған видеоларымды міндетті түрде көріп отыратын боласыздар. Қамырларымызды осылай біркелкі етіп жайып аламыз. Қалыңдығы орташа болу керек. Енді протеинге 6 пиаламызды осылай төңкеріп қоямыз. Жайып алған қамырларымызды кесеміздің үстіне осылай қоямыз. Шет-шеттерін түзіліп отырып, барлығына осылай қамырымызды орналастырып шығамыз. Өте ерекше дәмді болып шығады. Дәл осылай жасап, өз отбасыларыңызды қуанта беріңіздер. Кесемізге қамырларымызды осылай бір тегіс етіп барлығын жасап болғаннан соң, оның үстінен жұмыртқамыздың сарыуызын жағып шығамыз. Бір тегіс етіп, қамырды қатты басудың қажеті жоқ, тек қана пиаламыздың үстіне орналастырып шықсақ жеткілікті. Енді сарыуыздарды жағып болғаннан соң үстіне күнжіт сепсеңіздер болады. Менде мак бар екен, макты септім. Және де 200 градуста 25-30 минуттың аралығында пісіріп аламыз. Ауызашарға дайындап берсеңіздер, өте керемет болады. Қамырымызды духовкаға жібергеннен соң салмасын дайындайтын боламыз. Бізде табаға сары майды салып, оның үстінен кішкене күнбағыс майынан құямыз. Қалауларыңыз бойынша етті салсаңыздар болады. Менде тауық етінен жасадым. Тауық етін салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Бір тегіс етіп қуырып алғаннан соң, пиязымызды салып, оны да біраз 5 минуттай қуыратын боламыз. Келесі бізде картоп пен сәбіз бірге салып, араластырып, жақсылап және қызанақ салып, барлығын бірге араластырып қуырамыз.
келесі дәмдеуіштер бізде тұз, қара бұрыш, паприка және де өздеріңіз жақсы көретін приправа түрін қоссаңыздар болады. Барлығын салып жақсылап араластырамыз. Мен приправаны көбірек қостым және де паприканы, томатты салып қоссаңыздар да болады. Үстіне 2 бокалдай су құйып, таза пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің кеселеріміз пісіп шықты, өте керемет. Піскеннен кейін суығаннан соң суытып аласыздар. Өзі оңай шешілетін болады. Енді үстінен ішіне, яғни салмамызды саламыз, оның үстінен кез келген жаңағы зелень түрін турап салып ұсынасыздар. Көрінісі де, дәмі де өте керемет болып шыққан. Міндетті түрде жасап көруіңіздерге кеңес беремін. Ауызашарға екінші тағам ретінде ұсынсаңыздар болады. Ыстықтай етіп осылай бересіздер. Өте керемет, көрінісі де әдемі, тәбет ашарлық болып шықты деп ойлаймын. Келесісінде осылай салып, отбасыға осылай балдарыңызға ұсынсаңыздар болады. Ауызашарға да дайындап берсеңіздер болады. Қатты ауырлық етпейтін тағамдардың түрі. Қонақ кетіп күткен кезде салып бір-бірден осылай ұсынсаңыздар да болады. Келесі бізде осындай қызылшадан жасалатын салат. Өте керемет, және де бір лайфхакпен бөлсемін. Жарты сағаттап қызылшаңызды газда қайнатпаймыз. Барлығын турап, духовкада пісіріп алатын боламыз. Бізге керегі картоп, сәбіз және қызылша. Олардың барлығын көбіктеп, майдалап турап аламыз. Енді противенге осылай пергамент төсеп жіберіп, оның үстіне дәл осылай сәбізімізді бір қатар етіп салып шығамыз. Оның қасына картопымызды саламыз. Барлығын осылай реттілікпенен үстінен кішкене жұқалап туралап жібересіздер, қалың болып кетпесін. Барлығын осылай кезектестіріп қойып салып алатын боламыз және оны духовкаға пісіреміз. Дәл осылай қызылшамызды да турап аламыз және соңында салып бір қатар етіп тізіп қойып шығатын боламыз. Мінекей сіздерге жеңіл лайфхак. Кез келген осылай салаттарға, осылай төртбұрыштылап турап салатын салаттарға әсіресе осылай дайындап тез пісіріп алсаңыздар болады. Енді олардың үстінен аздап майды, пісте майды құйып отырып, духовкаға пісіріп аламыз. 180 градуста 25 минут ішінде пісіп шығады. Пісіп шықты, мінекей барлығын енді пергаментімізді көтеріп отырып, ыдысымызға бірден салып, араластырып жасай беретін боламыз. Бір келкі етіп осылай араластырып аламыз. Майлы болып піскен, барлығы таза піскен. Пісіру барысында тіс шұқығыш ағаштарменен тексеріп көрсеңіздер жеткілікті. Енді бізде пиязымызды турайтын боламыз. Кез келген пиязды осылай турасаңыздар болады. Ортасынан бір бөліп, қатты ұзын емес етіп осылай дайындадым. Содан соң бізде ақ желкенді, яғни петрушкамызды орташа ірілікте турап, оны да салып араластырамыз. Енді бізге тұздалған капуста, квашеный капуста болса, сол салатты қосасыздар. Немесе мен мына жерде капустаны тұздап, кішкене тұз суға салып алдым. Және де жасыл горохты салып, яғни банкадағы дайын горохтар, соны салып, барлығын бір келкетіп араластырамыз. Оның үстінен
шым тұзды салсаңыздар болады, және де аздап пістемайдан құямыз. Өйткені капустамызды және де қоспалар салынғаннан соң аздау болып қалу мүмкін. Сол үшін осылай кішкене салып жіберсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Өзі біркелкі болып шығады. Бір-біріне дәмі сіңіп, дәмі өте керемет болып шығатын болады. Дәмі бір-біріне сіңіп болғаннан соң 5-10 минут тындырып аннан соң ғана ыдысымызға осылай салып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Бұл да ауызашарға жеңіл, өте асқазанға жеңіл, жағымды салат болып табылады деп ойлаймын. Түсі де, дәмі де өте керемет болып шыққан. Осылай салатымызды жасап көріңіздер. Келесі бізде рулетімізді жасаймыз. Финский рулет деп айтылады, блинчик деп айтылады. Яғни оған қажет бізге 5 жұмыртқа, оның үстінен қантымызды, яғни шекерімізді саламыз. Біркелкі етіп, жақсылап пенен араластырып аламыз. Енді оның үстінен сүт құямыз. 200 граммдай сүт, мына жерде қолдың үсті. Оны да біркелкі етіп, жақсылап араластырып аламыз. Келесі бізде ұнымыздың үстіне 1 шай қасықта разрыхлителімізді салып, ұнымызбенен жақсылап араластырып аламыз. Оны да жаңағы сұйық массамыздың үстінен салып, біркелкі етіп, түйіршіктері қалмайтындай етіп араластырамыз. Достар, видеомды көре отырып, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Және де ұнап жатса, поделиться бөлімін басып, достарыңызға таратып қойсаңыздар да болады. Мінекей осындай қоюлықтағы біркелкі масса дайын болды. Енді протеинімізді дайындап алатын боламыз. Мінекей бұл жерде мен сіздерге сұйықтығын көрсеттім. Осындай сұйықтықтан болады. Түйіршіктері қалмаған, барлық жақсы араласқан. Сүттің бетіндегі кішкене қаймақтары сондай ақшыл болып қалды. Енді протеинге осылай пергаментімізді мыжып жіберіп, біркелкі етіп төсеп аламыз, және оның үстінен осы сұйық массамыздың өзін құятын боламыз. Дәл блинчиктің қамыры сияқты сұйық. Оны біркелкі етіп табамызға орналастырып алғаннан соң духовкаға пісіруге жібереміз. Пісіп шықты. Енді ол пергаменттен оңай алынады. Теріс қаратып алып, пергаментпенен бірге орап қоямыз. Яғни рулеттің оралуы үшін ыстық кезінде бір орап алсаңыздар, дайындаған кезде оңай болады. Мінекей осылай орап бір шетке алып қоятын боламыз. Арасына креміне кез келген кремді жасасаңыздар болады. Менде 20% қаймаққа сгущенканы қосып дайындадым. Тәттілігі де аз, көп қосуларыңызға байланысты. Сгущенканы қосамыз, екеуін біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Творожный сырдан жасасаңыздар да болады. Ол кезде кремдеріңіз қою болып шығады. Өз қалауларыңыз бойынша сәндеп дастарханға ұсына бересіздер. Кремімізді дайындап алдық. Енді оның арасына мен банан қостым. Бананды ортасынан бір бөліп, ұзыншалап турап аламыз. Бұл рулетіміздің ерекшелігі негізі беті тегіс болып шықпайды. Көтеріліп, ол пісіп, духовкадан шығарған кезде көтерілген жерлер түсіп, сондай біркелкі емес болып шығу қажет. Менде осындай біркелкі болып шықты. Оның арасынан осы дайындаған кремдерімізді саламыз. Ортасынан дайындаған бананымызды саламыз. Банан немесе кез келген малина, құлпынай салсаңыздар болады.
немесе салмай дәл осылай ұсынсаңыздар да өте дәмді, тәтті болып шыққан. Балдарыңыз тоқтамай жейтін болады. Мінекей кремдерімізді жағып болдық. Оның арасынан бананымызды қойып шығамыз. Сосын оны рулет тәріздес етіп орап аламыз. Рулетіміз дайын. Енді оның екі шетін кесіп алсаңыздар болады. Тегістеп аламыз. Үстіне қалған кремімізді жағып, қалауларыңыз бойынша әдемілеп сәндейсіздер. Менде қант ұнтағын септім. Үйде жемістер болатын болса, немесе малина болса, соның өзін әдемілеп қойып, сәндеп ұсынсаңыздар болады. Мінекей дәмі өте керемет болып шығады екен, ерекше дәмді. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, кокосовый стружка болатын болса, егер соны да сепсеңіздер, өте керемет дәм елесетін болады. Мінекей рулетіміз де дайын. Ауызашарға осы менюді жасап көріңіздер.